Баршаңызға сәлем. Есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін бризоль пісірудің рецептісімен сізбен бөліскім келіп отыр. Өте керемет дәмді тағам. Және де бір жарты сағаттың ішінде дайын болатын тағам. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де видеом ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Өте жылдам дайын болатын тағам. Менімен бірге осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Түскі асқа, кешкі асқа осы тағамды жасап жесеңіздер болады. Және де бұл тағамды дайындау үшін бар болғаны фарш пен жұмыртқа болса болғаны. Жылдамдатып осы тағамды дайындап жүрсеңіз болады. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді тағамды дайындауға кірісемін. Ең алдымен табаға кішкене май құйып қыздырып қоямын да, сосын 2 жұмыртқаны жарып жіберіп, 2 жұмыртқаның үстіне 1,5 ас қасық фарш саламын. Және кішкене 1 шымшым тұз, кішкене қара бұрыш, фаршқа арналған дәмдеуіш қостым. Сосын кішкене ғана майдалап тураған чесноктан кішкене қосып жіберем. Чеснокты қосу, қоспау енді ол өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Қоспай қосаңыз да болады. Сосын табаға осылайша салып, құймақ секілді етіп пісіріп аламын. Өте жылдам дайын болатын тағам, және тойымды, дәмді міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Мен 4 бризоль пісірдім. 4 бризольға 8 жұмыртқа, шамамен 300 граммдай фарш кетті. Мінекей, мен тамағым дайын болды. Гарнирге гречка жасадым. Гречка болмаса, басқа да нәрселер гарнирге қасына қойсаңыз болады. Мінекей, тамағым дайын болды. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осылай жасап көріңіз, міндетті түрде өте дәмді.